Біз қазір Гранд парктың ішінде Rich Family деген дүкеннің ішіндеміз. Бұнда келген себебіміз бұл дүкеннің ішінде қазақ тілін қорлап, бүкіл қағаздың бәрі орыс тілінде жазылған екен. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесіне ие екенін бұл дүкеннің әкімшілігі білмейді екен. Және де өткенде Ахметов Қуат деген азаматымызға қоқан-лоқы көрсетіп, осы жақтың күзеті әкімшілігі сындырып тастайым, терпила деген сияқты видеосын жариялаған болатын, көрген шығарсыздар. Жақында ма? Жақында ма? Жақында ма? Жақында ма? Терпила, талдырып тастаймын жақында. Орыстар үшін. Сол бойынша сіздің мән-жайын білуге келдік. Қазақ елі міне осы бейнені сақтап. Жоқ, талдырып тастаймын анау-мынау деп сіз қоқан-лоқы көрсеттіңіз ғой. Қоқан-лоқы көрсеттім, себебін айтайын. Мен түсірмей қойшы деп. Түсіре беремін. Маған тиым саламайсыз сіз. Дай-ка свой телефон. Заңды түрде оның бәрі. Не қоқан-лоқы көрсетесіз? Талдырып тастаймын деп. Сақтап қалыңдар бәрі қазақ елі. Айдын мырза, бейджігіңізді көрсетіңізші. Аты жөніңіз. Айдын емес. Не талдырып тастаймын деп қоқан-лоқы көрсетесіз? Міне мынау біздің Алматының жігіттері. Себебін тағы да мен айтамын. Мен түсірме деп айтамын. Ол кісі құқығы бар түсіруге, заң бойынша. Тұтынушылар құқығы бойынша заң бар. Көрсетіңдер сол маған сол. Көрсетеміз. Конституция бар, ата заң. Заңды білесіз ба негізі? Заңгер мамандығыңыз бар ма? Көрсетші маған. Көрсетемін. Дәл қазір көрсетіңдер. Қазір телефонда оның бәрі, интернет бар, көрсетемін. Интернеттен алып шығайықшы. Көрсетіңізші, тұтынушылар құқығы бойынша закон о потребитель. Конституция бар. Дұрыс па? Соның өзінде бұл кісі түсіргеннің өзінде талдыратын кімсіз? Қазақ халқы біз өз тілімізді қорғалады. Сіз талдыратын кімсіз? Боксерсіз ба, спортсменсіз ба? Азамат. Или денсаулығыңыз көп па? Жоқ, кімді талдырайын деп жүрсіз сонда? Не талдырайын деп айтасыз бұл кісіге? Себебі бірінші күшіңіз көп па әлде? Бірден түсінбеді бұл кісі. Бірден емес, видеода бәрі көрініп тұр ғой, сізге айтып түсіндіріп жатыр. Мен түсіремін деп, неге қазақша жазу жоқ деп айтты ғой, дұрыс па? Заң бойынша. Так, вот он, в общем, это. Көрейік қазір жазулар бар ма екен, қазақша жоқ екен. Терпила деп айтатындай по понятиям өмір сүресіз ба сіз? Айдын мырза. Терпила деп айтатындай по понятиям өмір сүресіз ба? По понятиям? По понятиям сөйлесесіз ба? Терпила деп айтатын. Міне қараңыз. Міне осыны қазақ болсын деп неге айтпайды? Мына қазақша жазу жоқ. Ресей компаниясына қызмет етеді. Біз қазақтар қазақ еліне қызмет етеміз, талап етеміз қазақша жазу. А мынау кешегі батыр жігіт талап ете алмайды. Талап ете алмайды. Енді кім деп айту керек? Қазақты өлтіруге дайын. Мынау деген не? Не, мына кісі деп айтып тұрмын. Мен мынау деп тұрған жоқпын. Мынау бастықтарына дәлел жоқ. Маған өйткені мынау деген балағат сөз емес ол, Айдын мырза. Түсінсеңіз. Сіздерге енді айтты ғой мұнда қазақша не жазу жоқ деп. Не бұны? Қазақша жазу орнатпайсыздар бұл жерге. Айдын мырза. Сіздер қай инстанциядан келіп тұрсыздар? Соны айтыңызшы. Біз Қазақстан Республикасының азаматымыз. Біз өз құқықтарымызды мына түсінбейміз сіздердің жазуларыңызды. Түсінбей тұрмын мен. Не деп жазылған мұнда? Түсіндіріп бересіз ба? Аудармасы бар ма? Солардан сұрасаңыз айтып береді. Қазақша жазу болу керек қой заң бойынша. Болу керек. Істеп жатыр. Мен тұтынушымын ғой. Мен құқығым сақталу керек қой осында. Дұрыс па? Жоқ қой, жазу жоқ. Міне, бірде-бір жазу жоқ. Гранд парк, Rich Family. Қалай не сөйлеп жатыр? Тұра тұрсаңшы, мен сізге түсіндіріп тұрмын ғой. Бақ, сіз қалай сөйлесіп тұрсыз? Сіз бірінші тыңдап алсаңыз. Айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Мен провокация тартып жатырмын. Мен сізді провокация тартып жатқан жоқпын. Мен сізге айтып тұрмын, толықтай. Дұрыс па? Бұл өзінің уақыты берілген уақытта жасалынатын зат. Мысалы қарасаңыздар, мысалы қараңыз, шағымдар менеджер, бәрі қазақша жазылған астам моменттер. Дұрыс па? Мынаушы бауырым. Дұрыс қой, қазір тұрасыңыз, мен сізге айтайын. Мен сізге айтайын. Бәрі перевод жасалынып жатыр ақында. Ол жұмыс жасалынып жатыр. Ол документтерді көрсетуге тек құзырлы органдар келген кезде біз соларға ғана көрсетеміз оларды. Сіз маған бір сұраққа жауап беріңізші. Неге ол аударма жасалу керек? Неге түпнұсқасы қазақша болмайды ол? Біз Қазақстан Республикасында өмір сүреміз ғой. Сіз енді мысалы 30 жыл болды ғой тәуелсіздік алғанымызға. Ертең күні сіз мысалы өзіңіз шетелден мысалға бір брендті дамыттыңыз дейік та, Қазақстанның мысалы қымызды,
сезон деген енді шетелге барған кезде сразу түп нұсқасымен барып тұрмайсыз ол Жо, Жапониядан Panasonic'ті алып келеді, жапонша жазып қоймайды ғой оны, дұрыс па? Қазақшаға аударады ғой. Сулпак болсын, не болсын, дұрыс па? Қазір жасалған кезде товардың артында әрқайсында описаниясы болады. Солардың бәрін қазақшаға аударылып жатыр. Ол жұмыстың бәрі бізге көрсетіліп жатыр. Уақыт өте келе бәрін жасалып жатыр. Заң жүзінде. Дұрыс қой? Заң жүзінде бәрі жасалынады ғой. Қанша болды дейсіз, ашылғанына 3 ай болды ма? 6 ай болды. 6 ай болды. Енді қанша күту керек? 6 жыл күту керек па? Бір айдан кейін келсеңіздер, уже ценниктер ғана қалды. Сол ценниктердің бәрін жасайды уже. Дұрыс па? Көрейік, бір айдан кейін келеміз, әлі де Бір келеміз. айдан кейін осының Ассалаумағалейкум қазақ елі. Міне үш белсенді келіп қосылды. Рич Фэмилиға екінші күн келдік. Анау Батыр Айдын екен есімі. Орыс тілін қорғаған. Соған келіп, енді директор бәрін шақыртып, мен қарап жатыр, ақырындап өзгертіп жатыр, бірақ өте ақырын. Бұл ресейлік дүкен ашылғаннан бері мемлекеттік қазақ тілін сыйлап, бәрін қазақша жазуға тиісті еді. Бірақ бұлар біздің атадан қалған мұрамыз қазақ тілді сыйламай, тек ресей тілінде жазды. Соған міндетті түрде сотқа береміз. Мынау қазақтар мені осы ресей тілі үшін жыртам дегенді міндетті түрде сотқа жауапқа тартамыз. Жұмыс беріліп тұр. Қазақстанда берген үшін сіз қазақ тілін қазақ тілін сатып жатқан жоқ, мен қазақша сөйлеп тұрмын. Мен екі тілді де меңгере аламын. Жоқ, енді қателеріңізді мойындамайсыздар ма? Мұнда қазақша жазу жоқ деген. Тренингі ауысып жатыр ғой қазір. Дұрыс па? Енді кеш Мойындалып ауысып жатыр. ауыспа ма? Қайсы көрсет. Не бұл? Деген жерді ғана түсіру. Қайсы қазақша? Ауыстырылған жерлерді көрсетіңіз. Машина лицензиялық Енді бұл дейді. жерді ғана қарай Модельный машина руль. сіз неге түсіресіз? Бұлар қазақ тілін Сіздер неге түсіресіздер? бұлар қазақ Енді түсіруге міндеттіміз, сіздер ақыры түсіріп жатқаннан кейін. Мені көрсете беріңіздер. 5 айдан бері толық Мен 5 ай емес, мен 3 ай болды жұмыс істеп жатқаннан мен қанағаттанамын, Құдайға мыңда бір шүкір, екі тілде қазақ тілде сөйлеп жатырмыз. Орысша да, қазақша да. Сіздер келгенде бір покупательдармен сөйлесіп жатырсыздар ма? Любой қазақ келеді, кассаға орысша сөйлейді. Менің лично өзіме даже жазып кеткен адамдар да бар. Айнура, ты видишь, что он показывает? Да пускай показывает. Пожалуйста, это общественное место. Пусть человек снимает ценники, полки, лица не имеют права. Ауысып жатыр, ценник, ауысқан ценниктарды көрсетіңіздер. Подойди, пожалуйста. Пусть люди ходят, смотрят Нет, полки, ладно, общественное место. Это их право, пожалуйста. Наконец-то поняла. А что, в прошлый раз почему вы человеку применяли силу? Подождите вас, Гранд-Парковские люди ждут. Не уходите с ресепшена. Сейчас к вам придет начальник СБ и менеджер Гранд-Парка. Пожалуйста, не уходите с ресепшена. Лицо вы не имеете права снимать. Вы не подходите, я локация Орысша сөйлеп тұрсыз, қазақша сөйлесіңіз. Қазақша. Орысша сөйлесеңіз. Өткенде заявлениені тоже орысша толтырдыңыз. Сіз өзіңіз қазақша толтыруыңыз керек еді сол жерде. Мейлі, мың жерден түсіре беріңіз, сіздікі вообще дұрыс емес. Адамдарды шағылыстырып.